Достар, барлықтарына сәлем. Бүгін біз түні бойы оқимыз, яғни бүгінгі влог тек қана сабақ оқуға анамнау, яғни мен бүгін өзіме челлендж жасайын деп жатырмын. Түні бойы ұйықтамай, таңға дейін сабақ оқып, барлық сабақтарымды бітіріп тастау деген. Көріп тұрғандарында менде прическа бар, значит, бүгін мен Наурыздан келдім. Бүгін 22 Наурыз. Далада өте керемет серуендедік. Мен досыммен бірге Абу-Даби плазаға бардық, анамнан күшті тойлап келдік. Енді мен істеп жатырмын. Мен мына жерде менде дарама, и мына жерде әдеттегідей кукуруза. Кім білмейді, мен кукурузаны өте қатты жақсы көремін. Мен даже банкамен құрөзін жіберемін. Уже жартысы ғана қалды. Таңғалмаймыз. И және де менің суым, тастай су. Мына жақта бір қыздың гүлі солып жатыр уже. Енді соқ алмадым магазиннен, уже ақшаны үнемдеу керек. И мен қазір сендерге Абу-Дабидің ішінде, яғни ярмарка болған, и содан ярмаркада қандай заттар алғанды көрсететін боламын. И қазір дараманың бір заты бар. Өздерінде көрген шығарсыңдар, қараңдар. Копико. Короче, міне осындай. Бұны бір әже сатып жатыр екен, апашка сатып жатыр екен. Бұның бағасы 1500 теңге болды. И қазір ішін көрсетемін. Ішінен мен уже біреуін өзім жедім, біреуін подругама бердім, біреуін тәтеме берген болатымын. И қазір, ішінде кәдімгідей осындай 8 тал болды. Дәмі кәдімгідей карамельный кофенің дәмі жақсы күшті. Бұл 1500 теңгеге алдым. Енді осыны көргеннен кейін сразу дарама есіме түсті да, бұны алмай мен қоймаймын деп сразу алдым. Сосын мынандай мини күшті блокнот, міне қараңдар. Бұның іші кәдімгідей обычно осындай. И сендер қарасаңдар, назар аудармай қойыңдар, мен қолым қанап кетті, мына қазір жуу керек. Сендер назар аударсаңдар, мынау әдемі сырты мимимишный, и міне Sakura Girl дейді. Бұның ішіне чисто мен словарь жазуға алған болатын. Бұны словарь жазған. Міне. И енді келесі затым бұл осындай блокнот. Бұл осындай блокнот 2000 теңге болды. Білмеймін, бұл қымбат па или арзан ба, бірақ нормально деп көрдім. Мынаның айтпақшы бағасы 400 теңге. Осындай кішкентай ғана, менің алақаныммен бірдей ақ. Сосын бұл өте күшті сыйымды болады деп, осын словарьға арнаймын деп, осын арнайы словарьға сатылған болатын. Енді мынаның ішін көрейік. Мына жақта кір тоже назар аудармаймыз. Міне, мына жақта көрсек, бұл мына жері магнитпен, и және де ішін қараңдар. Іші прям әдемі ғой. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осындай неше түрлі дизайнда, ішінде өте керемет. Мен осыны көбінесе жаңағы өзімнің пландарымды, арманымды, мақсатымды сондай бір өзімнің жеке күнделігім ретінде алған болатымын. Яғни менің қазіргі таңда блокнотым уже жоқ та, менің сосын осыны алған болатымын. И соңғы нәрсе осындай 3D наклейкадағы домик. Яғни осы қазір танымал болып жатыр. Осындай 3D немен жасайды домик. Еще бұның пинцеті бар, ол менің үйде осындай. Мен қазір осы міне пинцеті бар, осыны жабыстырып демалсақ болады тұр. Әдеттегідей киімім шашылып жатыр, ана-мына осының барлығын қазір уже жинау керек біраздан кейін. Копико! Қазір мен сол ойлап тұрмын, осындай менде вареники бар. Сол вареникиді қайнатып, либо қуырып жесем ба деп. Міне біздің холодильник. Мынау менің полкам, йогурттарым, шоколадтарым, алмаларым, и мында бір кивим бар. Қалған қыздардікі. Алдағы уақытта мен осындай көп влогтарды түсіргім келіп жүрді. Осындай сөйлеп, анамнау влог, бірдеңе жасап, жалпы общаганың өмірі қалай, біз не істейміз деген секілді осылай түсіргім келеді. Сендерге идея ұнай ма жалпы? Егер ұнаса, осылай влогтарды көп жиі түсіретін боламын. Яғни біз осы влогта біз бүгін түні бойы ұйықтамасақ, келесі влогтарда керісінше ерте тұрып, күнде мысалға аптасына немесе жоқ, бір аптаның ішінде қатарынан 5 күн бойы тұрамын деген секілді челлендж жасап, сондай нетсем ба деп ойдам. Осыған қазір қуырам, и сосын кішкене қайнатам. Сондай сияқты челлендждер түсірсем ба, қалай ойлайсыңдар, комментарийға ұялмай қысылма, идеяларың болса айта беріңдер. Айтпақшы, бізде осы пешіміз әрең қызады. Так что тамақ піскеннің өзі мысалға ірені 10 минут қайнайтын нәрсе 20 минут қайнайды. Ну, енді істейміз, амал жоқ. И мен алдағы уақытта осылай қарапайым влогтардан бөлек қазақша өзім түркше влогтар и ағылшынша влогтар түсіргім келеді да. Чтоб менің ағылшыным и түрк тілім жаңағы даму үшін и ұмытылмас үшін деген секілді. Солай. Дараманың аты «Дружеское соперничество» деп аталады. Екі қыз жайлы бір-бірімен бәсекелесіп жүрген. Бітірдім сол сериянды. И сосын осылайша тәтті тамағымды жеп алып, асықпай одан кейін ары қарай сабақтарымды оқуға көшкен болатынмын. Яғни сол ағылшын курсымнан осындай Дана Бақтова деген курс соны алған болатым. Pre-intermediate-тен upper-intermediate-ке көтеретін. Осындай сайтта орындалады. Осындай көптеген неше түрлі тапсырмалар бар. Жалпы өте пайдалы курс болды мен үшін. Ұзақтығы 2,5 ай даже сондай болады. И және де осылайша оқисыздар, өте керемет оқытылады негізінде. Осылай неше түрлі speaking, listening деген разделдарды көрсеңіздер болады. Мысалға бір сағаттың ішінде бірнеше разделдардан тұрады. Одан кейін уже көзім қызарып кетті, өйткені уже түнгі
бір уақыт болып кетті, яғни түнгі 3. Сондықтан да мен өзім сол лавина деген энергетиканы ішуді жөн көрдім, бірақ негізінде ішуге болмайды, кеңес бермеймін, себебі ол өте зиян. Бірақ енді 1-2 күнге ішсеңдер ештеңе болмайды деген ниетпен ішкен ғой, негізінде болмайды, ішпеңдер. Өзім ұйықтап қалмау үшін мен осындай неше түрлі әндерді тыңдаймын. Өйткені әйтпесе ұйықтап қаламын. И сосын әндерді тыңдап отырып сағаттар тез жазып тастаймын дегенде солай уақыт жылдам тиімді өтеді. Көбінесе сол 91 сондай бір күшті өзім білетін әндерді тыңдағанды ұнатып қатты барамын. Сосын уже китайский оқуға көштім. Китайский жалпы ең қалай оқытылады десеңдер, ол мұғалімге байланысты. Яғни кез келген универ қаншалықты жақсы болғанымен де, егер мұғалім дұрыс болмаса, онда дұрыс үйретілмейді. Мысалы, біздің мұғалім, Құдайға шүкір, маған яғни жақсы мұғалім түсті. И одан кейін ол кісі жаңа жақсы прям требовательный, әр мәтінді осындай сөздікті жаттауға береді деген секілді. Әр мәтінге біз диктант жазамыз, әр мәтіннің сөздерін қалай дұрыс жазылуын, соның барлығын үйренеміз, айтылуына дейін. Әр балам индивидуально жұмыс істейді да. И ол өте тиімді. И сендерге мен қазір осы сайтты кеңес бергім келіп тұр, яғни Train Chinese деп аталады. Бұл жерде қалай дұрыс айтылатыны и қалай дұрыс жазылатыны барлығын көре аласыз, тіптен мысалдарына дейін бар. Өте керемет сайт. Осындай мен ол крем дегенді пайдаланамын, яғни бұл гидрофильный масло сияқты, бірақ басқаша макияжын бәрін кетіреді, өте жақсы кетіреді, жалпы керемет. Жалпы осы маған қатты ұнады. Одан кейін маған екіншісі қолданған нәрсем ол Сентелла деген омолгашка, яғни мен Сентелланың барлық жаңағы косметиковый, уходовый косметиканың барлығын алған болдым. И өте керемет. Сонымен қатар обязательно орамалмен емес, осындай салфеткамен сүртуді ұмытпаймыз. Ат кеткенде тонер Сентелланың, яғни Сентелла несін бірден алғаш танысуым, осы несінде бірден барлығын алған болатынмын, яғни маған қатты ұнады, қатты нетпейді, құрғатпайды, нормально болады, свежий болып шығады бетін, жалпы нормально. Одан кейін осындай сывороткасын алған болатын тоже. Солай уже сағат 5:41 болып, одан кейін мен кішкене тарихқа дайындалдым, не жазамын, қандай слайд жасаймын деп, одан кейін мен уже 6-да ұйықтадым. Давайте, все пока.